Балалар, 5 А есебін шығарамыз, жалғастырамыз. Қазақстан мектептерінде оқиық. Бір сабақ 40 минутқа созылады дейді. 4-ші сыныптың сабақ кестесіне қара. Балалар аптасына неше сағат математика мен қазақ тілін оқитындықтарын анықта. Кесте бойынша өзің сұрақтар мен есептер құрастыр дейді. Енді бізде дүйсенбіден бастап жұмаға дейін сабақ кестесі көрсетілген, және де дүйсенбі 6 сабақ екен. Енді дүйсенбіден бастап жұмаға дейін математика мен қазақ тілі қанша екенін санап шығайық. 1, мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 9 сабақ екен. Ендеше жазамыз. 9. Осы 9-ды бір сабағымыз 40 минутқа созылатын болса, онда 40-қа көбейтіп береміз. 4 9 36, яғни 360 минут. Яғни ол дегеніміз, балалар, біз енді осы 360 минутты тауып алдық. 9 сабағымыз 360 екен жалпысында. Енді осы 360-мызды біз 60-қа бөлетін болсақ, 360-мызды 60-қа бөлетін болсақ, 6-36. Яғни біз сағатты тауып аламыз. Яғни 6 сағат. Жауабы дейін. Жауабы аптасына 6 сағат. Келесі бізде 5 Б есебін шығарайық. 5 Ә есебін шығарамыз. Берілген, қараңыздар, назар аударып, 5 Әні оқиым. Берілген сабақ кестесі бойынша дүйсенбі күні үзіліс қанша уақыт созылғанын есептеңдер дейді. Енді кестемізге қарайық. Дүйсенбі күніне қараңыздар, балалар. Яғни дүйсенбі күні осы мен сыздым, осы сабақтар. Енді міне жерде бізде уақыттары берілген. Бұл жерде біз үзіліс уақыттарын есептейтін боламыз. Яғни міне жерде 10 минут бар екен. 9-10-да сабақтан шығады, 20 дегенде басталады. Яғни аралығында 10 минут бар. Яғни 10 минут дедік, мұнда қарап тұрсаңыздар 20 минут екен. Қосамыз, 30 болды. Мұнда қарасаңыздар 20 тағы да. Жаңағы 30-мызға 20-ны қосамыз, 50, мұнда 10 болады. 60, мұнда 10 минут екен, яғни 70 минут. Жазамыз. 70 минут. Яғни егер сағатқа айналдыратын болсақ, 1 сағат 10 минут болады. Жауабы, яғни шығарған кезде сіздер не жерде қосыңыздар, 10 минутқа қосамыз. Бірінші бізде одан кейінгісі 20, қосамыз, одан кейінгісі 20, одан кейін 10, қосу 10. Яғни 70 минут шықты. Біз үзілістегі уақыттарды есептедік. Жауабы дүйсенбі күні. Күні 1 сағат
10 minut демала үзіліс, е? Келесі 5b есебін шығарамыз. 5 әні шығардық балалар. Бұл бізде 5 есебі. Енді 5b есебін шығарамыз. 5b есепте сабағыңның басталатын және аяқталатын уақытын анықта. Сен қанша уақытыңды мектепте өткізесің дейді. Егер балалар, сен мысалға мектепке барасың, 10:40 деп есептейік. 10:40. Бұл басталатын дейін. Басталады. Не басталады? Сабақ. Сенің сабағың басталатын уақыт. Енді осының біз аяқталатын уақыты бар, е? Аяқталады 14:40 дейік. 14:40. Мына жерде 10:40 деп алмайық, 10:20 деп алайық. Жарайды. Енді бізге сұрақ, сен қанша уақытыңды мектепте өткізесің? Біз енді анықтауымыз керек қой, мектепте қанша уақытымыз кететінін. Сендер өздерінің сабақ басталатын және аяқталатын уақыттарыңды осылай есептесеңдер болады. Енді 10 сағат 20 минут азайту 14 сағат 40 минут дейміз. Осы екен бір-бірінен азайтамыз. Яғни ол дегеніміз 14 сағат баған түрінде 40 минут. Азайтамыз 10 сағат 20 минутты. 40-тан 20-ны азайтамыз 20. 14-тен 10-ды азайтамыз 4. Яғни сіздер мектепте жауабы төрт сағат 20 минут. Келесі есебін шығарсақ, 5v есебімізде мектепке баратын және қайтатын жолға кететін уақытыңды анықта дейді. Күнделікті үйде қанша уақыт болмайтыныңды есепте. Алдыңғы тапсырманың деректерін пайдалан дейді. Балалар, әр бала жолға әртүрлі уақыт жұмсайды. Біз орташа есеппен жолға мектеп үйден шыққаннан мектепке дейінгі аралықты 20 минут деп алсақ болады. Ол баруға 20 минут, қайтуға, үйге қайтуға. Енді бізге сұрақ айтады, күнделікті үйде қанша уақыт болмайтыныңды есепте. Біз осы уақытқа мектептегі уақытымызды да қосамыз. Яғни 20-ға 20-ны қосамыз, яғни 40 минут. 40 минут не болады? Жолға кетеді. Жолға. Екеуін бір-біріне қостық. Енді біз мектепте өткізетін уақытымыз бізде ол 4 сағат 20 минут болған. Яғни осыны қазір қосамыз. 4 сағат 20 минутқа жолда жұмсалатын уақытымыз 40 минутымызды қосамыз. Сонда 20-ға 40-ты қосамыз 60. Яғни 4 сағат 60 минут біз мектепте, яғни үйде болмайтын уақытымызды осы уақытты жұмсайды екеміз. Яғни жауабы 4 сағат 60 минут. Немесе 5 сағат деп жазайын. Мына жерде 60 минут, яғни 5 сағат деп жазамыз.
5 сағат. Жоқ, 5 сағат үйде болмаймыз. Үйде болмайтын уақыттарың балалар 5 сағат екен. Әркімде енді әрқалай. Жалпы сіздерге тағы бір нәрсе ескертетін, 1 сағатымыз 60 минутқа тең. 60 минутқа тең. Келесі балалар бізде 6-шы есебіміз. Назар аударыңыздар. 6-шы есепте өрнектерді амалдар бойынша жазып, мәнін табыңдар дейді. Ендеше бірінші есептен бастайық. 240 қосылған жақшаның ішінде 118, азайту 80, көбейтілген 3 тең болады. Бірінші балалар, әр уақытта біз жақшаның ішін орындаймыз. Жақша міндетті түрде бірінші орында орындалады. Яғни 118 баған түрінде азайту 80. 8-ден 0-ды азайтамыз 8 болады. 8-ді азайта алмайды, сондықтан қарыз аламыз. 10 болады. Оған мына 1-ді қосамыз. 11. 11-ден 8-ді азайтамыз. 3 болады. Бізде 38 деген сан шықты. Енді мына жерде қосу бар, мына жерде көбейту бар. Әр уақытта көбейту, бөлу, ол қосу мен азайтудан бұрын орындалады. Сондықтан біз 38-імізді не істейміз? Көбейтеміз 3-ге. 8-ім 24, 2-сін алдыға ойға беріп қойыңыздар. 3-3-ім 9, ойдағы 2 бар. 11 болады, қосамыз 9-ға 2-ні қоссақ 11 болады. Енді бізде 114 деген сан шықты. Міне жерде 240 деген сан бар. 240-ты қосамыз 114-ге. Баған түрінде қосамыз, 4-ге 0-ді қосамыз 4 болады, 4-ге 1-ді қосамыз 5, 2-ге 1-ді қосамыз 3. Бұл есептің жауабы, яғни 354. Келесі балалар, екінші есебімді жаздым, мына есепті жаздым. Осы есебімізді шығарамыз. Енді жаңағы сияқты бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 412 азайтамыз 299. 2 9-ды азайта алмайды, сондықтан алдыдағы бірден қарыз аламыз. Мұнда 10 болады, 10-ға 2-ні қосамыз 12, 12-ден 9-ды азайтамыз. Сонда неше болады? Яғни 3 болады. Енді мұны жерде бірін біз артқа қарызға бердік балалар. Мұны жерде 0 қалды. Яғни ештеңе жоқ, сондықтан арттан біз алдыдан 4-тен қарыз аламыз. Яғни 10 болады. Осы 10-нан 9-ды азайтамыз 1 болады. Мұнда артқа қарыз бердік. Мұнда 3 қалды. 3-тен 2-ні азайтамыз 1 болады. Енді шыққан 113 деген санымызды жаңағы айтқандай 4-ге көбейтеміз. Бірінші көбейтіп аламыз. 4 3-ім 12, естеріңізге түсіріңіздер кестені. Бірін алдыға ойға береміз. 1 4-ім 4, ойдағы 1-мен 5 болады. 1 4-ім 4 болады. 452 деген сан шықты. Енді мұна 358-ге қосамыз. 358-ге қосамыз 452-ні. 8-ге 2-ні қосамыз 10 болады. Бірі мұнда алдыға ойға береміз. 5-ге 5-ті қосамыз 10, ойдағы 1-мен 11 болады. Бірін алдыға ойға береміз. 3-ге 4-ті қосамыз 7, ойдағы 1-менен 8 болады. Яғни бұл есептің жауабы 810. Келесі балалар, үшінші есебіміз шығарайық. Келесі үшінші есебімізде, бұл есебімізде балалар жаңағы сияқты ешқандай жақшаны көріп тұрған жоқсыздар. Сондықтан әр уақытта бірінші сіздер мұны жерде көбейтуді орындап аласыздар. Одан шыққан санды, мынадан шыққан санды, мына сан бар ғой 980, осыдан азайтасыздар. Одан кейін барып қосасыздар. Яғни бірінші көбейту, одан кейін азайту орындалады, одан кейін қосу орындалады. Ендеше орындайық. 137 көбейтеміз 6-ға. 6 7 42, 4 ойда.
3 алтым 18, 18-ге 4-ті қосамыз, 22 болады. Екісі ойда. 1 алтым 6, ойдағы 2 мен 8 болады. 822. Енді 980-імізді жазайық, азайтамыз 822-ні. 0,2-ні азайта алмайды, сондықтан қарыз аламыз. 10 болады, 10-нан 2-ні азайтсақ 8 болады. Мұнда 7 қалды, 7-ден 2-ні азайтамыз 5 болады. 9-дан 8 азайтамыз 1 болады. 158 деген сан шықты. Осыны 158-імізді біз қосамыз 125-ке. Асынсамыз 8-ге 5-ті қосамыз 13 болады. 1-ін ойға береміз. 5-ге 2-ні қосамыз 7, ойда 1 бар, сонымен 8 болады. 1-ге 1-ді қосамыз 2. Яғни 283 деген сан шықты. Келесі 4-ші есебіміз. Келесі 4-ші есебімізде балалар мұнда жазып қойдым. Бірінші біз жақшаның ішін орындап аламыз әр уақытта. 683 азайтылған 185. 3 5-ті азайта алмай, сондықтан қарыз аламыз алдыдан. 13 болады, 13-тен 5-ті азайтамыз. 8 болады. Мұнда 8-дің біріні артқа қарызға бердік, мұнда 7 қалды. 7 8-ді азайта алмайды, сондықтан 6-дан қарыз аламыз. 10 болады. 10-ға мұна жерде 7 бар. Қосамыз 17, 17-ден 8-ді азайтамыз, сонда 9 болады. Енді мұнда 6-ның бірін артқа қарызға бердік, 5 қалды. 5-тен 1-ді азайтатын болсақ 4 болады. Яғни 498 деген сан шықты. Енді осыны 6-ға бөлеміз. Енді мұнда 4-тен қайыр алмаймыз, себебі 4 6-дан кіші сан, сондықтан 49-дан қайырамыз. Енді 7-ден берсек 6 7 42 болады, 8-ден берсек 6 8 48 болады. 9-дан берсек асып кетеді, сондықтан 8-ден береміз. 6 8 48 болады. Яғни 9-дан 8 азайтамыз 1, 4-тен 4 азайтамыз 0. Жазбай қосақ болады. Міне жерде 1 болды. Енді бізде балалар бөлінбеге міне жерде 8 деген сан қалды. Соны түсіреміз 1-дің жанына. 18 болды. Енді 6-ны қандай санмен көбейсек 18 болады. 3-пен көбейсеге 3 алтым 18. Енді бізде 83 деген сан шықты. Енді оны істейміз. Міне жерде 631-ден азайтамыз. Яғни 631 азайтылған 83. 1-3-ті азайта алмайды. Қарыз аламыз 10. Міне 1-ді қосамыз 11. 11-ден 3-ті азайтамыз. Мына жерде 8 болады. 3-тің бірін артқа қарызға бердік, 2 қалды, 2 8-ді азайта алмайды, тағы да қарыз аламыз 10. 10-ға міне жерде 2-ні қосамыз 12. 12-ден 8-ді азайтамыз. Яғни 4 болады. 6-ның бірін артқа қарызға бердік, міне жерде 5 қалды. Бұл есебіміздің жауабы 548 екен. Бұл бізде 6-шы есебіміз. Келесі 7-ші есебіміз шығарайық. Тиімді тәсілмен есептеңдер дейді. Біріншісін көрек. Бірінші 95 қосылған 305 дейді. Балалар, мен 7-ші есебіміз шығарып жатырмын. 7-ші есептің біріншісін жазып жатырмын. 305 бөлінген 5 дейді, тең. Тиімді тәсілмен дейді. Яғни, сіздерге тиімді болу үшін былай түсіндірейін. Мысалға 305 біз қосамыз 95-ті. Қосқан кезде мына 5 пен 5-ті қоссаңыздар 10 болады. Жазайын, өйткені мұнда 0 бар. 9-ға 3-ті қосамыз 12 болады. Яғни 1210 болды. Сіздерге баған түрінде қосатын болсам, бұл сан шықпайды. Яғни сіздер осылай қосамыз деп қателеспеңіздер. Сондықтан мысалға
баған түрінде қосатын болсақ, бізде 400 деген сан шығады, 305 қосамыз 95. 5-ке 5-ті қосақ 10 бір ойда, 9-ға 1-ді қосамыз 10 бір ойда, 4 болды. Осы 400-ді енді 5-ке бөлетін болсақ, балалар, 40-ты 5-ке бөлсек неше болады? 40-ты 5-ке бөлсек, яғни 8 болады, 5-8 40. Мұндай енді бір нөл бар. Осылай бөле салсаңыздар болады. Бұл есептің жауабы 80 екен. Яғни немесе мен сіздерге баған түрінде бөлейін. 400 бөлінген 5. 40-тан қайырамыз. 5-8 40 болады. Мұнда бөлінбеген бір нөл бар. Мына жерде түсіреміз. Яғни 80. Бұл бізде бірінші есебіміз. Енді екінші есебіміз шығарайық. 241 қосылған 123 қосылған 90 59 қосылған 27. Енді балалар, бұл жерде тиімді тәсілді пайдаланып шығарсаңыздар болады. Ол дегеніміз 241-ге біз қосып алайық, 59-ымызды қоссақ болады. Қосуден және де 123-імізге біз 27-ні қосамыз. Тең. 241-ге 59-ды қосатын болсақ, мына жерде 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. 1 алда ойда. Мына жерде 5-ке 4-ді қоссақ 9. Ойдағы 1 мен 11 алда. Яғни 300 деген сан шықты. Надан 7-ге 3-ті қосамыз 10 болады. 1 ойда. 2-ге 2-ні қосамыз 4 ойда 1 бар. 5 болады. Мұнда 1 түседі. Енді осы екеуін бір-біріне қоса саламыз. Яғни 0-ға 0-ді қосақ артынан бастап қосамыз. 0 болады. 5-ке 0-ді қосамыз 5 болады. 1-ге 3-ті қосамыз 4 болады. Яғни 450. Немесе сіздерге баған түрінде қосып көрсетейін. 241 қосылған 59. 9-ға 1-ді қосамыз 10. 9-ға 4-ке 5-ті қосамыз 9. Ойдағы мен 10. Яғни 300 деген сан шықты. Мұнда 123 қосамыз 27. 7-ге 3-ті қосамыз 10. 1 ойда. 2-ні қосамыз 4. Ойдағы мен 5. 150. Енді екеуін бір-біріне қосайық. 300 қосылған 150. 0-ге 0-ді қосамыз 0 болады. 5-ке 0-ді қосамыз 5 болады. 3-ке 1-ді қосамыз 4 болады. Яғни бұл есебіміздің жауабы осындай 450. Келесі балалар. Келесі есебіміз үшінші есеп. 330 қосамыз 30 қосамыз 90 бөлеміз 3-ке тең. Бұл жерде яғни 330-ға біз 30-ымызды қосып алайық. Сонда неше болады? 30-ға 30-ды қосақ 60 болады. 360 болды. Осы 360-қа енді 90-ды қосамыз. 360 қосылған 90. 0-ға 0-ді қосақ 0, 9-ға 6-ны қосақ 15, 1 ойда. 3-ке 1-ді қосамыз ойдағы, сонымен 4. Осы 450-імізді бөлеміз 3-ке балалар. 4 3-ті бөле алады, сондықтан 4-тен қайырамыз. 1-ден береміз. 1 3-ім 3 болады. 4-тен 3-ті азайтатын болсақ 1 болады. Енді 5-ті түсірек жанына. Яғни 15 деген сан шықты. 15 болу үшін 5-тен берем, 3-5-ім 15. Енді міне жерде балалар бөлінбеген 0 деген сан бар. Соны міне жерге түсіріп береміз. Яғни бұл есебіміздің жауабы 150 екен. Бұл бізде үшінші есебіміз. Төртінші есебіміз шығарайық. 123 қосылған 77 көбейтілген 2. 3-ке мына 3-ке 7-ні қоссаңыздар
10 болады, 1-і ойда. 0-ден жазамыз. Мына 7-ге 2-ні қоссаңыздар, 9 ойдағы 1 мен 10 болады. 0-ден жазамыз, 1 ойда. 1-ге 1-ді қосамыз, неше болады? 2 болады. Енді осыны 2-ге көбейтетін болсақ, мына 2-ге мына 2-ні көбейтіп аламыз, 4 болады. Соң мына артта 2 нөлді түсіреміз. Бұл есебіміздің жауабы 400 екен. Келесі бізде 5-ші есеп деп қойын. 5-шісі 448 қосылған 60 қосылған 242. Енді балалар, мына 60-ты мұнда қоссаңыздар да болады, немесе оңайырақ болу үшін екеуін бір-біріне қосып, одан 60-ты қоссаңыздар болады. Яғни екеуін бір-біріне қоссақ, 8-ге 2-ні қоссақ 0 болады, 1 ойда. 4-ге 4-ті қоссақ, яғни 8 ойда 1 бар, 9 болады. 2-ге мына 4-ті қоссақ 6 болады. Енді оған 60-ты қоссақ 0, 9-ға 6-ны қоссамыз 15, 1 ойда, яғни 6-ға ойда 1-ді қоссамыз 7. 750. Сіздерге түсінікті болу үшін баған түрінде қосатын болсам, 448-ді қосамыз 242-ге, 8-ге 2-ні қосамыз 0, 1 ойда, 4-ге 4-ті қосамыз 8 ойдағы мен 9. 4-ге 2-ні қосамыз 6. 690-ды, 60-ты қостық 750 шықты. Келесі бізде соңғы бір есеп, 6-шы есебіміз, яғни 12 қосамыз 18 қосамыз 20. Көбейтеміз 6. Балалар, 12-ге 18-ді қоссақ, бағансыз 8-ге 2-ні қосамыз неше болады? 10 болады, 1 ойда. 1-ге 1-ді қосамыз 2 ойдағы мен 3. Осындай 30 деген сан шықты. Енді осы 30-ға 20-ны қоссақ, 2-ге мына 3-ті қосып алыңыздар. Сонда оңай болады, 5 болады. 0-ге 0-ді қоссақ, әр уақытта 0-дің өзі болады. Енді 50-імізді көбейтеміз 6-ға. Мына 6-ны 5-ге көбейтеміз. 5 6-ым 30. Мына 0-ді қойып береміз, яғни 300 болады. Осылай тиімді тәсілмен есептесеңіздер болады. Келесі бізде 8-ші есеп екен. Енді 8-ші есебімізде есепті шығарыңдар дейді. Қазақстан бойынша пойызбен саяхат жасайтын оқушыларға купе вагоны 9 билет үшін 180 мың теңге төледі. Егер купеге қарағанда плацкарт вагоны бір билеті 3000 теңгеге арзан екені белгілі болса, онда плацкарт вагонымен саяхат жасайтын топ үшін 11 билетке қанша ақша төленеді дейді. Балалар, бұл есебімізді айтады. Мысалға, купе 9 билетке 108 мың теңге төлеген екен. 108 мың теңге төлеген. Және де купеге қарағанда плацкарт вагоны бір билеті 3000 теңгеге арзан дейді. Яғни бұл дегеніміз плацкарт бір билеті мына жерде x-тен 2 азайту 3000-ға тең. Мына жерде x-іміз бірде купенің, яғни бір билеті. Енді есепте бізге 11 билет қанша теңге төленеді, яғни плацкартқа 11 билет сатып алу үшін қанша теңге төленетінін тауымыз керек. Енді шығаратын болсақ, біз 9-ды не істейміз? 108 мыңды 9-ға бөлеміз. 108 мыңды шешуі деймін жерде.
шешуі 109 мыңды 108 мыңды бөлейік 9-ға. Сонда 12 мың болады. 12 мың теңге. Бұл не болады? Бізде купенің бір билеті. КБ дейіне қысқартып. Енді осыдан біз 3 мыңды азайтамыз. Сонда біз пласкарттың бір билетін тауып аламыз. Яғни, неше болады? 12-ден 3-ті азайсақ 9 болады. 9 мың болады, е? Бұл бізде, яғни пласкарт бір билеті болады. Енді қараңыздар, пласкартта 11 билет сатып алу үшін, осы 11-ді көбейтеміз, пласкарттың бір билеті 9 мың теңге. 9-ға көбейтеміз. Тең болады. 9-ға көбейсек 99 мың теңге болады. Жауабы, яғни 11 пласкарттың 11 пласкарт билеті 99 мың теңге. Сегізінші есебіміз осылай шығады. Енді 9-шы есебімізге қарайық. Келесі балалар 9-шы есебімізде отбасында 3 ағайынды бала бар. Олардан жастары қанша екенін сұрағанда үлкені былай деді: үшеуміздің жасымызды қосқанда 27, менің жасыма Арманның жасын қосқанда 22, ал Бауыржан мен Арманның жасын қосқанда 15 жас. Ағайындылардың әрқайсысы неше жаста дейді. Яғни былай ойласақ болады, ағасының жасына біз Бауыржанның жасын және Арманның жасын қосамыз. Сол кезде 27 жас болу керек барлығы. Енді айтады, менің жасыма Арманның жасын қосқанда 22 дейді. Демек, біз 27-ден азайтайық 22-ні. Сол кезде 27-ден 22-ні алатын болсақ 5 болады, яғни 5 жас. Ол дегеніміз бізде 5 жас, ол Бауыржанның жасы шығады, е? Бауыржанның жасы шығады. Енді айтады, Бауыржан мен Арманның жасын қосқанда 15 жас дейді. Бізде демек, біз 27-ден азайтамыз 15-мізді. Сонда неше болады? 12 жас. 12 жас бізде ағасының жасы болады. Енді Арманның жасы қалды, яғни Бауыржан мен Арманның жасы қосқанда 15-ке тең. Демек, біз не істейміз? 15-ке тең болу үшін, яғни 5, мына жерде x тек, азайту 5 тең 15. Осылай теңде ұрсақта болады, x тең болады 15, мына жерде қосқанда азайту 5 болады, x тең 10. Бұл бізде кім болады? 10 жас Арманның жасы болады. Енді үшеуін бір-біріне қосатын болсақ, әрине 10-ға қосамыз 5-ті, қосамыз 12-ні. Неше болады? 27. Жауабы Арман 10 жас, ағасы 12 жас, Бауыржан 5 жас. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақтың сілтемесін төменде қалдырам. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.